және де бүгінгі біздің кезекті қарайтын жиынтық бағалаудың тапсырмалары олар 9 сыныптың 3-ші тоқсанына арналған алгебра пәні бойынша 90-дық жиынтық бағалау болмақ. Енді бірінші тапсырмаға келейік. Бірінші тапсырмамыз радиан арқылы өрнектеңіз. 400 градуста қалай өрнектеңіз? Бұл жердегі өте маңызды нәрсені бөліп кетейін. Бұл жерде алғашқы 180 егер де пиге келетін болса, онда 400 градусымыз қанша пиге келеді деген сұрақ қоюымыз керек. Онда x тең пропорцияның қасиеті бойынша 400 пи бөлінген 180. Екеуінің ортақ бөлінетін сандары олар 20. Егер де 20-ға бөлетін болсақ екеуінде, яғни қысқартатын болсақ, онда 20 және мұнда 9. Ал бұндай 20 пи бөлінген 9 біздің жауабымызда бар. Бірінші тапсырмаға жауап берілді. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманы қалай жасаймыз? Жалпы 1 радиан градуста, радианда қанша градус бар екенін біліп алатын болсақ, онда 1, біз бұны мектепте өттік, иә. Алгебра кітабында жазылған шамамен 57 градус, яғни жуықтап деген белгіні көрсетіп қояйық. Яғни жуықтап алған 57, ол 57 ары қарай кете береді, иә, былай кете береді, бірақ жуықтағанда және 0,4-ті жуықтап алынған 57-ге бөлетін болсақ, көбейтетін болсақ, кешірім сұраймын, көбейтетін болсақ, шамамен 22,9 болып ары қарай кете беретін сан шығады. Яғни бұл жердегі жауабымыз А жауабы екен. Енді үшінші тапсырмамызға да келдік. Бұл жерде бірлік шеңберді пайдаланып, төменгі тригонометриялық функциялардың мәндерін координаталық жазықтарға көрсетіңіз. Енді бұл жерде қайтып келетін болсақ, мына суреттерге мән берейік. Бұл жерде үшіншіміз А синус минус 225 градус. Бұны қалай табамыз? Яғни бізде синус ол тақ функция, сондықтан да минус алдына кетіп, ол минус синус 225 пен тең болады. Енді 225-ті біз қалай басқаша, яғни өрнектейтін біз оны боламыз. Жалпы қараңыздар, біз 225 минус 225 градус дегеніміз, яғни ол сағат тілімен жүрген кезде мына жер 225, мынауымыз бізде синус, ал мынау болса косинус, яғни x және де y. Ал бұлай міне бұл жерде 200 минус 225 градус екен. Енді бұл жердегі біздің функциялардың мәндерін координаталық жазықтықта көрсетіңіз дейді, иә. 225 синус 225 бізде минус синус 180 плюс 45 градус. Және де біздегі шеңберіміз бойынша бізде шеңбердің осындай белгілері бар. Және де бұл жерде біз 180-нен ары қарай жүретін болсақ, онда, яғни 180-ге 45-ті қосайық. 180 бұл жерде біздің минус екенін білеміз. Яғни мына жерде минус таңба болады. Онда минус пен минус болған кезде синус 45. Синус 45, яғни тең екен. Ал синус 45-тен түбірасты 2 бөлінген 2, яғни ол минус синус 225 кетен екен. Мына жеріміз түбірасты 2 бөлінген 2 екен. Ал енді екінші біздің келетініміз ол косинус 73, 6 және де пи. Енді мына жерге біз солай жазамыз. Косинус 73 пи бөлінген 6. Пи дегенді жалпы біз білеміз, ол 180 екені 73-ті көбейтеміз 180 градусқа, және де бөлеміз 6-ға. Егер де осыны калькулятордың көмегі арқылы тез шығаратын болсақ, онда бұл жерде бізде 2190 градус шығады екен. 2190 дегеніміз бұл 6 рет 360-ты айналғанға тең. Егер де біз 6 рет 360 градусты айналатын болсақ, 2160 болады. Және де оған 30 градусты тең қосқанға тең, сол кезде 2190 шығады. Біздегі жалпы келтіру формулалары бойынша бұл жерде аса маңызды емес. Бастысы 30 градус, яғни косинус 30 градусымыз тең болады косинус 2190 және де косинус 30, ол бізде қанша? Түбір асты 3 бөлінген 2. Кешіріңіздер, түбір асты 3 бөлінген 2, яғни жауабы бұл жердегі түбір асты 2 бөлінген 2 және де түбір асты 3 бөлінген 2. Мына жерде міне бұлай келетін болсақ, мына жер 30 градус және де косинусқа түсірсек, мына жеріміз түбір асты 3 бөлінген 2. Бұл біздің бірінші жақсы белгі жауап болды. Енді келесі есебіміз төртінші есепке көшетін болсақ, бұл жерде төртінші есепте бізде не берілгенін қарап өтейік. Тангенс альфа 4-ке тең дейді. Енді синус, косинус, котангенс альфаларды табуымыз қажет екен. Енді мұнда мен сіздерге алдын ала жазып қойдым. Енді бұны қалай шешеміз? Қараңыздар, тангенс альфа дегеніміз жалпы мына альфаны қарайтын болсақ, қарама-қарсы қабырғаның іргелес қабырғаға котангенс альфа, керісінше б-ның а-ға және де синус альфа а-ның гипотенузаға және де косинус альфа іргелес жатқан қабырғаның гипотенузаға қатынасымен тең болады. Енді бұл жерде тангенс альфа, яғни а-ны бөлгендегі б-ға ол 4-ке тең, яғни а-мыз 4-ке, б-мыз 1-ге тең. Енді бұл жерде с-ны Пифагор теоремасы арқылы тауып алатын болсақ, 16 а квадрат 16, оған 1-ді қосамыз, сол кезде 17 болады екен. Енді ары қарай синус альфаны бөлеміз а және де с-ға. Енді 4-ті бөлеміз түбір асты 17-ге. Иррационалдықтан құтылу үшін білесіздер, тура мына бөлшектің астындағы санды соған көбейтеміз, ал мынада үстіне де. Сол кезде біздің бөлшегіміздің мәні ешқандай да өзгермейді. Тек қана иррационалдықтан құтылып, осы негізі көп жауаптар осындай иррационалдықтан құтылған
сан түрде келеді. Бұл мен мына екеуі бірдей тең сандар. Енді косинус альфа бөлінген б с-ға да келіп жеттік. Бұл жерде не істейді екенбіз? Яғни бұл жерде б-мыз бізде 1 және де с-мыз түп асты бөлінген 17. Міне өте оңай, және де котангенс альфа ол бізде міне б бөлінген а-ға тең. Б-міз бізде 1 және де а-мыз бізде 4-тен 1. Және жалпы жауап 4-тен 1 болады екен. Енді 5-ші сұраққа да келіп жеттік. 5-ші міне синус пи бөлінген 4 минус альфа, егер де осындай шарт берілген болса, онда ары қарай жалғастырайық. Енді қараңыздар. Өте маңызды ақпараттар келе жатыр. Бұл жерде қазір міне синус альфа бізде енді балалар бұл жерде формуланы қолданамыз. Яғни синус альфа минус бета болған кезде біз бұл жерде осындай формула синус альфа косинус бета және де синус бета мен косинус альфаның көбейтіндісінің азайтындысын қолданатын боламыз. Енді бұл жерде біздің жағдай бойынша синус пи бөлінген 4 минус альфа осындай түрге келтіреміз. Дәл осы альфа мен бетаның орнына бета мына альфа деп орнына қоямыз. Ал пи бөлінген 4 яғни 184-ке бөлетін болса, онда ол 45 градусқа тең. Енді дәл осы мәндерді өзінің орнына қоямыз. Енді қараңыздар. Синус мына жерде ары қарай жалғастыратын болсақ, мына жерде синус пи бөлінген 4, ол бізде синус 45 деп жазамыз. Енді ары қарай жазатын болсақ, мына жерде бізде косинус альфа қанша екенін көрсетіліп кеткен. Косинус альфа бұл жерге жазып қояйық. Косинус альфа тең минус 0,5. Мына жерге жазамыз косинус альфа деп жазамыз, минус және синус альфа және де косинус 45. Енді біз осы жерде тоқтай тұрып, екінші, яғни бізде косинус альфа берілген, мына синус альфа бізде белгісіз болып тұр. Синус альфаны мына теңдік бойынша тауып аламыз. Косинус квадрат альфа тең 1 деген негізгі тригонометриялық тепе-теңдік бар. Енді синус альфа 1 минус косинус квадрат альфа пункт түбірасын аламыз. Сонда 1-ден 0,15-ті квадратын азайтатын болса, онда 1,175 шығады. Яғни бұл дегеніміз 4. Міне осындай үш түбірасынан шықпайды, яғни ол шексіз периодсыз сан болып кетеді. Яғни бұл жерде түбірасты 3 бөлінген 2 болатын болса, енді орнына қоя беруге болады. Енді орнына қоятын болсақ, синус 45 бізде түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Оның косинус альфа міне мында минус 2-ден 1 және де минус синус альфамыз мында жазылды түбірасты 3 бөлінген 2 және де түбірасты 2 бөлінген 2. Енді мына жерде 4 алдында минусты ұмытпаймыз және де минус 4 6. Біз бұны қысқаша алғанда 4 минус түбірасты 2 бөлінген 6 деп жазсақ болады. Сонда бізде жауабымыз қандай болды? Жауабы минус 2 бөлінген 6 бөлінген 4. Дұрыс болды енді. Енді біздің соңғы есебіміз қалды, қараңыздар. Есептеңіз дейді. Котангенс 240 плюс котангенс 300 минус синус минус 225 және де минус косинус 495. Бұл жерде қараңыздар, кәдімгі келтіру формуласын келтіреміз. Енді мұнда қарап отырсақ, котангенс 180 плюс альфа плюс 270. Міне барлығы жазып шықтым. Бұның барлығы түсінікті, иә. 270 қарапайым нәрселер, 180 мен 90-да, 180 мен 360-да өзгермейді, 270 пен 90-да өзгереді екенбіз. Бұл жерде бізде 90 жоқ екен, онда қайтадан жаңағы өзіміздің қарапайым есептерімізге келеміз. Котангенс 60, яғни котангенс егер де біз оның таңбаларына 180-ге 60 алатын болсақ, онда ол жерде бізде плюс болады. Яғни котангенс 60 плюс. Жалпы сіздерде дөңгелек болатын болса, белгілері бойынша жазылған, таңбалары бойынша жазылған 270. Бұл жерде бізден котангенс деп жазып қоямыз. Котангенс егер 270 болатын болса, оған 30-ды қосатын болсақ, онда бұл жерде косинус минус болады да. Синусымыз бізде плюс синус. Бұл жерде синус косинус, яғни бізде x аралығымыз плюс болады. Яғни бұл жерде минус тангенс 30. Егер түсінбей отырсаңыздар, сіздер өздеріңіздің алдыларыңызға дөңгелек парақшалардағы болады ұсынамын. Және де келесіміз бізде синус 45. Егер де 180 бұл бұған 45 болатын болса, онда бұл жерде минус, жалпы минус кетеді екен. Қараңыздар, 245 плюс 225. Қараңыздар, синус минус 225. Ол бізде мына минус пен минус мына жаққа кетіп, плюс синус 225 болады. Енді 180 плюс 45. Яғни бұл жерде біздің синусымыз өзі қалады. Және де 180-ге, жалпы қараңыздар, 180 қосылған оған 45 болатын болса, онда бұл жердегі біздің синустың таңбасы минус болады. Минус синус 45 және де 360, 135. Қараңыздар, біз бұл жерде косинусты қалай өрлетсек болады? Мына жаққа келіп алайық тағы. Косинус 360 өзгертпейді. 135 тең болады. Косинус міне еді 90-ға да келіп жетті, иә? 90 плюс 45. 90 плюс 45. Бұл жерде бізде синус болып өзгереді. Егер де 90-ға 45-ті қосатын болсақ, онда бұл жерде минус синус 45 болады. Міне қараңыздар, минус плюс синус 45. Енді котангенс 60-қа. Котангенс 60-та бізде қанша тең болады? Бізде котангенс 60, бізде түбір асты 3 бөлінген 3, және де минус тангенс 30, ол кезде бізде тағы түбір асты 3 бөлінген 3, және де минус синус 45 болған кезде түбір асты 2 бөлінген 2, және де түбір асты 2 бөлінген 2. Мынау кетіп, барлығында 0 болады. Сонда жауабы тең 0. Достар, егер сіздерге бүгінгі видео ұнайтын болса, лайктарыңызды басып, достарыңызға бөлісіп кетіңіздер, себебі біз үнемі сіздерге пайдалы ақпараттарды бөлісіп тақырып жобалардың өте оңай жауаптарымен, түсіндірмелермен бөлісіп отыратын боламыз. Егер де олардан қалып кеткіңіз келмесе, бізді қолдап тіркеліп қойыңыздар. Келесі жүздескенше және де комментарийға өзіңіз келесі видеода қандай сабақтарды көргеніңізді қалайтыныңызды жазып өтсеңіз болады. Сау болыңыз.